Сәлем достар, тағы да қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бомжский түрге артқы фонға назар аудармаймыз. Короче, бағана айтып едім ғой, қайда қойдым? Бағана айтып едім ғой, ненің бағасын ше, соны көрсеткен ғой, негізі видеодарды ше, несін, врачтың жазып берген несін. Что-то ол қалып кетті, салмаппын ше. Роликті бөліп түсіремін да, мен бөліп, потом вообще қосамын да ше. Сол көрсете салайын дедім, өтірікпін, қайдан алып жатыр ондай бағаны деп ойламасын деп ше. Микрофонымды қосып алдым, наушник неме тағып отырмын. Короче, наушникке әбден үйреніп қалғам ғой. Міне. На итого камераға, итого 186 мың. Тұр ғой, итого ең соңында 186 мың теңге. Короче, мынау негізі 25 мыңнан тоғым 13 мың теңгеге ауыстырды. 13 мыңнан бір зуб лечениесі. Световая пломба, лечение, все вместе. Короче, 13 мың теңге бір тісі. Бұда 6 тіс дедім. 6 тісің 78 мың теңге болады деді. 13 мыңнен 6 78 мың бола ма? Короче, одан кейін удаление екі тісін удалить етеміз. Азу тісінің астыңғы тісі тазада емделуге келеді, құрттамаған. Кішкене анда не қылған, соны пломба салам деді. Үстіңгі ең шетіндегі екі тісі құрттаған қап-қара болып шып. Ол жарамай қалған, бұл жарамайды, удалить тастаймын дедім. 11 мың теңге екеу. Удаление сонда 5,5 мыңнан болып тұр ма? 5500-ден болып тұр ғой, 11 мың болса. Вот жазылып тұр екен ғой, 500 теңгеден. Бір тіс удалить ету, коренной. Детский ғой, молочный. Имеется в виду то, что детский, да, не взрослый. 11 мың теңге. Итога, общий лечениесінің өзі 89 мың теңге. Сосын мен айттым, кейін тағы да кейін в дальнейшем, да, 2 жыл өткеннен кейін 1 жыл тегін гарантия береді. Если 1 жылдың ішінде неғып кетсе, қайтадан пломбасын салып тегін істеп береді да ше. 2 жылдан кейін қайтадан құрттап не етіп атса, ауырмайтындай қылып береді. Нерв сынап тастайды. Мен айттым, азу тістердің нерв сынап тастайды дедім. Қызымкінде алып тастағанбыз ғой алдын. Одан кейін барып, қыздар мен бәрін білемін, маған айтудың қажеті жоқ, то что неге государственныйға бармайсың, неге тегін істейді ғой деп. Тегін істеуге болатын еді, бірақ бұлар кішкентай, бұларды көбінесе істемейді. Ол государственныйда полный лечение істеу үшін мысалға 1 сағат жату керек бұл. 1 сағат ол бала, 3 жастағы бала аузын ашып жата алмайды. Үлкен бала болса алдап-сұлдап әйтеуір көндіруге болатын еді. Бүгін 2 тісін істеп, ары күні 2 тісін істеп, бұл ондайға көнбейді. Он тем более білесіздер ғой, не то что кішкентай бала, үлкен адамның өзі мынандай уколмен жаңа өлтірген кезде обезболивать етеді ғой, сол кезде қорқынышты. Сол мен өзім тісімді лечить етуім керек, күніге ертең барам, арғы күні барам деп ерініп жүрмін да, например, қорқып жүрмін да, например, ше. Осы баламкін бітірсем, өзімкіне баруым керек, тоже менікі құрттап кетіп жатыр. Лор педиатрдан справка керек, здоров деген, именно сол емдейтін, операция жасайтын күні тамақтар іспеген ба, жөтел жоқ па, типа грипп жоқ па деген, суықтанбаған ба деген сияқты операция істеуге болады ма деген мақсатта, ойымның бәрі ана жақта тамақ істеп жатырмын ғой деген мақсатта, в общем, тексеру керек деді. Сосын мен айттым, өзіміздің лордың не керегі бар дедім. Жоқ, педиатр деп қойды. Педиатр өзім педиатрыма барсам болмай ма дедім. Я дейді, 10 мың теңге алайын деп тұр ғой, соғанша, я болады, болмайды дегеніне ше. Оны мен де білем ғой, например, балам ауырып тұрғанын білмеймін ба? Сөйтіп, просто не керек екен, разрешение керек екен да. Сосын мен айттым, өзім педиатрыма болмай ма деген, болады деді. Өзімнің педиатрыма болады деді. Одан кейін барып, анестезиологтың консультациясы плюс расходный материал дейді, білмеймін оған қандай расходный материал кетеді, плюс палата деп қойды. Алдын Айгөркемді апарған кезде анестезиологтың консультациясына, в общем, қызметіне 10 мың теңге деген. 10 мың теңге. Енді 27 мың тұр. Расходный материал, материалын қосып тұр да, бұларға аз ақша. Потом, подожди, мына жаққа ЭКГ жазған. Дұрыс, оны өзім түседі екен ғой. Одан кейін барып,
седативный наркоз 1 часик болған. В тот раз Айгөркемге 1,5 сағат деген боларшы. Балама 1 часик болған 60 мың теңге. 45 мың теңге акция болып жатқан тұғым осы өткен айдың аяғына дейін 31-не дейін болды. Енді қазір уже все жоқта акция. Короче, өткен айды емдетем дегенем үлгере алмай қалдым. Анау мынау деп в общем жүріп қалдық та. В общем, бұның итогы, бұның ана жаңағы 97 мың общий 186 мың екеуін қосқан кезде. Мынаны алып тастасаңыз 10 мың теңгені педиатрдың несін разрешениесін алып тастасаңыз 176 мың теңге болады. В общем, да 180 мың дей берейінші, грубо говоря. Солай. Врачымның аты Қоянбай Ернар Ғалымжанович. Осындай. Понедельник. Так. Бүгін қандай күн? Вторник па? Понедельник. Вторник па? Понедельник па? Бұл миым қатып кеткен ғой. Мен соңғы кезде алжам. Келесі вентиляторын дауыс шығыватса айбетпендер, ыстықта бөліп баратыр. Үшіншіге последний қатты қойып қойғам еще. Келесі осы аптада несін туралаңыз деді. Бұл аптаға не жоқ деді, менде уақыт жоқ деді. Келесі аптаның вторник күні сағат таңертең 10-да алып келіңіз деді. Ештеңе ішпесін, жемесін деді. Ертерек 8:30-да деді. Жоқ, ол ерте көдеді, біз кеш жатамыз, кеш тұрамыз дедім да. Сомен не керек? Онда операцияны бастайтын болды. Очень 9:30-да соқта болуым керек қой. Грубо говоря. Сол. И анализдерге мыналарды тапсырасың деді. Бұның оларды да тапсыруға болады. Оларды тапсырсаң 20-25 мың болады примерно ше. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, 6, мочевина, креатин, глюкоза. В общем, короче, коалограмма, ЭКГ, консультация педиатра жаңағы. Сол. Медсестрам айтып қойдым, біз медсестрамыз өте активный, жақсы. Алдыңғы медсестраларға қарағанда осы медсестраның келгеніне бір жылдан асты ма, жақсы өте іздеп жүріп тауып алады өшімші. Шустрая. Сол қызға айтып қойдым, уже сөйтем болды. Среда күні келіп назначение перенаправление ма, в общем, алып кетіңіз деді. Өзіңіз келсеңіз болады деді. Потом арғы күні, четверг күні келіп, таңертең келіп, аш қарынға анализ тапсырасыз. И понедельник күні келіп, кешке келіп, педиатрдан рұқсат аласыз деді. И все, сол кезде уже результаттың бәрі дайын болады деді. Алла берсін. Соны бітіріп тастасам, содан кейін өзім тісіме кірсем. Мен де тісім жақта ашып көрсетте қайын. Тісін түгел. Үстіндегі тісім құрттамаған бәрі жақсы. Астындағы 4 тісім бі құрттаған. Енді түсіп, енді тесіліп жатыр да. Бірақ әлі бітіш болып кетпеген, енді ауырып бастап жатыр. Соны емделуге келетін уақытта емдетіп алу керек. Ертең жарамай қалса, сосын протез деп жүргеннен гөрі өзің тісіңе бәрі ештеңе жетпейді ғой. Если возможность болса, өз тісін сақтап қалған дұрыс. Сол. Осы врачтың бергені. Просто мен не үшін айтып отырмын бұны? Ойыны қайдан шығарып жүр, бұндай бағалар мүмкін емес, бұндай тұруы деп айтуы мүмкін да енді. Көп адамға айтсаң шошып кетеді. Қош, онда сондай ма не? Молочный ғой оның тісі деп, еще молочный тістер ғой. Бірақ енді молочный тіс екен деп баланы қинап қоймайсың. Біріншіден, екіншіден, ол бала, менің балдарыма тіс кеш шықты. Маған да кеш шыққаннан кейін біз уже мектепке бірінші, екінші класс оқып отырған кезде жаңа тістер шыға бастады. Сол уақытқа не істейді ол? Мына азу тісін бәрі құрттап жоқ болып кетсе, немен шайнайды? Деснасын құртады, например, да ше. Алдыңғы тіс болса, мақыл онша қорқынышты емес алдыңғы тіспен. Хотя ол сөйлеген реч адамның сөйлегеніне де әсері өте жақсы болады екен да, тісің түгел болған. Сол Айгөркем алдыңғы 4 тісін алдырып тастадық қой, кеш барып. Емдеп алып қалу керек еді соның тісін. Сосын бағана аяқ киім, мен қазір 1 минут тамақ істеп жатқан едім. Бағана далада жүрек қой, кірмейтін алар деп ғой, сонымен жаңа кірдік 8-де кіріп, үйде тамақ береді, тамақ шайларын беріп, үшеуінің
қайтадан киіндіріп шығарып жүрмін. Семіргенім страшно ғой, қарасаң. Мына жерлерім сүйегім бүйтіп тұратын, ыдырайып бүйтіп ше. Балық болып алғансың ғой. Сөйтіп киіндіріп, тамақтандырып, киімдерін ауыстырып, бөрімін шығарып жүреді ғой, азаннан бері. Сөйтіп қайтадан шығарып жүрдім. Далаға өзім кір жуып жатырмын, тамақ істеп жатырмын. Қуырдақ істей салайын дедім, тез-тез. Сонымен әдемілеп пиязбен етті қуырып, демдеп қойдым, ет жұмсарсын деп. Картошканы турап қойдым дайындап. Қазір оны саламын, сонымен әдемі қуырдақ болады. Неғұрлым көбірек демдеп, қуырған жақсылап қызартып қуырып, көбірек демдесең соғұрлым дәмді болады қуырдақ. Сосын баны айтып ғой, аяқ киім туралы Такарди деген Каспийден заказ беріп жүрген адамдар болса біледі, осы фирманың Кари деген магазиннен заказ берген ғой. Ё-ма-ё, жыным келген ай. Мынаның номері тұрған жоқ па, не жерде? Қарсаңдаршы, 41-ші размер. Қарамаған ғой, 41-ші размер заказ жер жүрген ғой мен. Қазір киіп көрсетем. Жұмсақ, удобный, күшті аяқ киім. Кірім бітіп тұршы. Керемет аяқ киім да. Өзімнің киіп жүрген аяқ киімді беріп жүрген бұна базарат істегенде ше. Мынандай. Света анандай перламутровый хамелеон мен бетінде әдемі. Мынандай шлепка да, в общем, повседневный кигенге былай. Аяққа киіп көрсетейін ба? Это почти. Қазымыш. Аяғымы көрсеткен ят болып кеткен жоқ па? Короче, ұзын ғой. Ұзын. 41 ғой бұл, мен 38-ге, если что. Мына жақта бір қағаздар тұр, номер жоқ па? Ана Каспийдегі номерлері дұрыс емес мыналардың. Енді барып, Жандосова 83 деген адрес бар екен, о жақсы болды. Барып бұларға номерлерін де қойып қойыпты. Жақсы екен ғой. Бәрі бар екен. Мына в общем, мынандай қағаз ғой. Квитанцияда берген экспресс доставкамен алған ғой. Еще мынаны қарасаңдаршы, экспресс доставка деп тұр. 995 теңге төлеп, хотя тегін доставка ғой. Вот дура десе. Жыным келіп жатыр. Бір бағана тез неге киініп, балдарды киіндіріп қойғам, аяқ киімді алып қалсам, мынау ғой. Ананы киемдеп, оны аппақ болғаннан кейін мындай коробкаға сап қоямын да постоянно. Сөйтіп осы соның мынаны қойғам, и осының үстіне ананы қоя салғам ғой, сөйтіп соның коробкасын беріп жүргем ғой. Енді ол магазинге хабарласуым керек, сағат 11 болды. Бүгін уже кеш, ертең хабарласып алып қойсаңдар. Каспий айтты да, мен қайтып сізге әкеп бере алмаймын, ондай бізде ондай не жоқ. Сол жаққа апарып берем, магазинмен өзіңіз сөйлесіп, сол жақтан өзіңіз ауыстырып алыңыз деді да. Олар да оны қабылдамайды ғой, киімге, киілген аяқ киім ғой, маған хабарласатын жақ, денің сау ма деп. Жарайды, енді магазиніне барып таңдап аламын да өзім басқа біреуін. Мына жерде ценник бар, бәле жабыстырылған. Осындай аяқ киім. Осындай сумочкам бар ғой, перламутровый цветте. Әдемі, соған тарғып алғам ғой. Десен да. Былай неден онша көрінбейді ше, былай әдемі. И мягкий, удобный налары ше. Мынаусы мягкий прям. Жақсы бағада тұрған, бағасы негіз қымбат, просто 41 размер ғана қапты да, сол үшін арзан скидка акцияға түсірген ғой. Ой, ё-моё. Алдым, жақсы бағада сатылғанда үшін. 41 размер киетін адамда жоқ бар, аларыңды сатып жүрген. Оны. Мынандай менікінің коробка сырты ешқандай мынандай жоқ, аппақ. Соның өзінде білмеймін, не қандай баспен ойланып жүрмін, қалай ойланып жүрмін. Ми кеткен ғой, уже крышқа кетіп қалған. 2 бала туам деп. 6 бала тусам білмеймін, не болады екен жағдайым.
сөйтіп жаңа адресі қандай деді, соған барып, ертең адресіне барасыз. Ол жаққа әлі Каспий апарып берген жоқ қой, айтпақшы. Каспий апарып берген екен. Бару керек қой оларға. Что, қайта-қайта бара бермейші. Мынаны апарып берсем алады ғой. Бірақ так, короче, солай, достар, әңгіме солай. Қызымдікін істебем, енді баламдікі келіп тұр. Лайым проблемамыз тек осындай ғана болсын. Бұдан үлкен вайым қайғымыз, проблемамыз болмай қойсын. Бұлдың бәрі решаемый ғой. Главное, басамын болсын, қаған түк емес. Сол, жаңалық жоқ, үйдеміз. Күн деген әлі жанып тұр, ысып тұр. Шымкент жақтар вообще қайнап атқан шығар, ол жаққа бармадық. Сол 20 жылдықтан кейін барған жоқпын ол жаққа. Уже бұрын балдар жоқ кезде жүре беретін нем қосылып тұр ма? Ойбай, мәмшкем көрініп қалды. Мынау көк жанып тұр ғой, міне қосылып тұр деген сөзіне өшіп қалса, қосылма өшіп қалды. Бұрын балдар жоқта жүре беретін ғой. Ол кезде балдар жоқта да пайдан тиеді оларға. Үйін жинайсың, анасын істейсің, мынаусын істейсің, білінбейсің ғой, онша бір өзің болған екен. Балдармен барғаннан кейін уже басқаша болады екен. Өзіңде сыймай кетесің. Білмеймін, неудобство беріп кеткен сияқты боласың ба. Хотя үйде бізде келін жоқ, бала жоқ қой, келін бала. Әкем, шешем, сестренкам қызы, үшеуі ғана. Соның өзінде сыймай кетемін. Бір жып сөйтіп кетем. Сол ауылға бұрын көп барып тұршым, қазір барғымда емет бітіп, қатта бет сағынған кезде болмасам. Қазір сол күндіз-түн таң атады, балдармен кеш батады. Бүгін не тамақ істеп берсем, ертең не істесем, арғоным бүйтсем, оң арғон сөйтсем, азан кешен тіріліп бітпейді, көзіңді ашасын тіріліп бітпейді, жұмғанша. Сондай ғой. Сонымен ақ уақыт өтіп кетіп отыр. Солай, достар. Жүрміз, атақ бармыз. Просто түсіруге ерінем. Соңғы кезде ерініп кеттім. Просмотрда азайып қалады екен түсірмесең. Бағана тастадым ғой видео. Қарасам, 1 сағаттан кейін қарасам, 0 просмотр ғой. Қазір уже көтерілді кішкене. Солай. Үйде жүрміз. Сумка сатып атқан жоқпын қазір. Сумка сатуым керек. Сумка сатсам да кожаный, таза кожа сумкалар сатсам ба деп жатырмын. Мынандай сумкалар саттым ғой міне. Көрмеген адамдарға көрсетейін да. Но Гермес, өзім ұстап жүрмін қазір. Гермес 20 сантиметрлігі. Мына жағы. Кішкентай ғана мини. Аксессуары алынады. Качествосы жақсы, люкс качествода. Коробка документімен жүреді. 2 ремешогы, біреу мынандай тонкий ременде жүреді, біреу спортивный, широкий ременде жүреді. Осылай ашылады, іші мынандай мына қалтасы бар. Осындайлар саттым ғой, мен қаншадан саттым, осыны 9500-ден ба саттым. Негізі бұларды 15-20-дан сатып жатыр. Качествосы өте жақсы. Айвари цветтер бар ғой, ашық цветтер вообще шикарно көрінеді. Осындай қоңыр Гермесім бар. Кстати, сумкалерін көрсетіп тастайын ба, өзіме алып қалған, қазір көрсетейін. Біразын сатып жүрдім, бірақ өзіме өмір сумка алуға жалеть ететінмін, ақшаны қойшы деп. Әшейін бір сумка алып, соны жылдап, 10 жылдап, 20 жылдап ұстайтынмын ғой. Мынау біреуін алып қалдым өзіме. Негізі айвари цветін алып қалған ем. Біреу сат деп қоймаған екен, сат жерін жарайды деп. Негізі айвари цветі күшті мынаның. Одан кейін мынандай Гермес бар, қара түсте. Осындай коробкамен жүреді ғой, в общем, мынандай пыльнигімен жүреді міне. Қарасын алдым. Классика ғой бұл. Бұда аксессуар жоқ. Мынандай аксессуар жоқ. Ананы алып салбасаң болады, мынағандашы. Іші мынандай, тоже ременмен. Тонкинанкінде ремешокпен. Тоже кішкентайсы. Осындай Гермес. Одан кейін жаңағының широкий ремень бар. Сразу салып тастай салайын, не? Осындай бір Гермес алдым өзіме. Мынандай документімен жүреді қыздар. Енді сататын болсам кожаны сатам деп жатыр. Бұлар енді бәрібір 20 тиын ғой. Эко кожа ғой. Эко кожа.
Қымбат нәрсе сатсаң, қымбат адамдар жинайды екенсің. Арзан нәрсе сатсаң, мен өзімнің түсінігім. Ешкімді ренжітейін деп айтып жатқан жоқпын, просто шынымен де. Арзан нәрсе сатсаң, арзан, көп әңгімесі көп, мұржыңа көп адамдар жинайды екенсің. Міне. Мынандай, жаңа гермес, қоңыр герместің, мынандай екінші ремені мынау. Спортивный болып жүреді бұл. Потом, мынандай бір сумочка алып қалдым тойға. Қымбаттан сатты ғой, осыларды бар ғой. Тамағым астын жай қойып қойдым. Мынандай сумочка алып қалдым. Осыларды уақытысында қымбаттан сатты. Мен арзан саттым. 2000 теңге қосып сатам ғой, үстіне ары кетсе мен ше. Ішінде замогымен тойға ұстасаң күшті ұзын ремешогы бар, асылатын мынандай. Мынандай темір ғой, осындай ремень бар, асылатын дейді иыққа. Тойға. Так, бір тойға ұстап қалармыз дедім да. Алып қалдым біреуін. Қызыма ұнайтын еді осы. Алдым, ашылып кете берді ғой. Мені көрдің ба деп. Қаз көрсем асықпаңдар. Асығып атсаңдар өткіз жеріңдер. Халқым. Жинап қояйын, сразу уақытым жоқ мен қазір отыратын после. Тамағым жай қойып қойдым, чтобы жазу үшін. Мына күйеуімнің сумкасы, борцовкасы ашпай-ақ қояйыншы. Бұның мен алмаған, бұның Каспийдан заказ берген. Бұл қыстық қалыңда қазір жаздық алғам. Оны көрсетпей-ақ қояйын. Мынау Дольче, по-моему, черный. Өзіме, бұның бәрі өзіме көрсетіп атқан сумканың бәрі өзіме ақ қойған. Ұстаймын деп. Өзімнен аяған ит жесін деп. Мынандай Дольчеге тоже қарасын алып қалдым, классика. Дольче Габбана. Мындай. Әдемі көрінеді бұлай, ұстасаңшы. Күшті көрінеді. Так. Қарамен, в общем, кейбір ұстай бересің ғой. База расцветка ғой, тоже қара, ақ, қоңыр, айвари дегендер. Так. Маған осы Дольче больше классикамен жүретін сияқты, көбіне, чем повседневный, обычно, вечерныйға қарағанда классический киімдермен әдемі жүретін сияқты. Классика көп кимеймін, білмеймін. Может, мектепте істейтін сіңліме бер жүрем, кейін көреміз. Мына Пинко, бұл Пинко, бұны мен сатпағам, негізі өзім алғам бір магазиннен. Бұрын 2 рет ұстадым ба, 1-2 рет ұстадым ба, тұр ғой сомен. Ішін бәрі пудра. Ішіне пудрам шашылған, үшін балдар құртқан. Ішін сүртіп алсаң. Пинко. Міне коробкаға сап қойған. Дольче, жаңа Дольчем бар ғой, соның коробкасына. Дизельдің сумкасын алып қалдым. Дизель тоже ұнайды. Мынандай коробкада жүреді. Мынандай пыльнигмен. Серый, голубой, қара. Ну, тоже базовая расцветка ғой. Серый цветтермен әдейін тұрады. Серый, голубой, белый. Ну, короче, көп сочетание. 2 ремешокпен жүреді. Так, дизель. Одан кейін Фенди бар. Мынаны неге алғам? 20 жылдыққа алғам. Туфлиіма сәйкес деп. Туфлиім цветі дәл осындай. Бұл Фенди коробкасы. Ішінде басқа тұр. Бұл Фенди майда? Анан ішінде қазір көрсетер. Мынау Майкл Корстікі. Бұны да өзіме алғам. Өзіме алып қалғам. Біраз сатылымда тұрды бұл негізші. Ешкім біреу алып, қайтадан жоқ анаусын алайыншы деп нетті 1-2 рет. Әдемі розовый цветте Майкл Корстікі. Качествосы өте жақсы. 2 ременде жүреді. Ақ пен розовый мен тоже. Ұстап кете бересің. Так. Бәрін енді постоянно ұстамағаннан кейін сап тастаймын да, шаң болмасын, не қылмасын, қырылмасын, сырылмасын деп. Так.
Фэнди. Фэнди емес, Майкл Корс. Қазір Фэнди көрсетем. Мынау Фэндиім. Жаңағы. Қоңыр. Роза қоңырға келе ма? Қоңыр ма? Очень сондай. Ашық қоңыр. Теплый қоңыр цвет коричневый. Бұны жаңағы неге алғам ғой? 20 жылдыққа шы. Сырты мынау текстиль кожамен комбинированный жүреді. Екі ремешекті, біреу ұзын, біреу мынандай. Ауыстыра бересің. Тойға 20 жылдыққа осын ұстадым. Картошкамды қуырып алып, сосын демалайыншы. Шашап отырмын. Аналар келеді қазір. 11:30 болды. Мынаны сестренкамнан алған. Клатч тигровый. Мынаны ана бір сестренкам, мынаны бір сестренкам берген. Клатч черный. Қайтадан берші осын деген баяғыда ұмытып кетті. Сол күйде ше. Мен де жатып ұстаған емеспін. Алып алдым қызыл. Білмеймін не үшін алғанымды. Бір ретте клатч бар ма дегенде осыны сатып жіберейін деген едім. Алаппай қойдым. Кейін анау балконды ақтарғанда шықты ғой. Ой, бұл микрофонның ешсіз қалды. Қазір ренжімеңдер, Сияқты сап қойдық. Қышырлап кетсе ай өтпеңіздер, құрметті халқым. Микрофон болған екен сөйтеді. Бұны мен алып шоперге сап қойғам. Луи Виттон шоперін алғам өзіме. Мына екеуі шоперді керек, балалы. Бір жерге шыққанда бала шағамен шыққанға өте жақсы ғой. Шоперлі шы. Міне. Бұны сестренкама берем дегенім, ол менде бар деді да. Оған басқа Фэндидің әдем сумкасын бер жүрдім. Күшті сумкасын. Міне. Мындай Луи Виттонның шопері үлкен. 40-та 50 ма сондай. 40-та 50. Ішінен да фига зат кетеді. Жол жүргенде жақсы, әсіресе екі қасыл оласын. Удобный. Ішіне памперс, бәрін салып аласың ғой. Адамды да салып аласың ішіне. Сосын да рюкзак алдым. Тоже жол жүргенге балдармен деп ше. Тоже Луи Виттондікі. Качествосы өте жақсы, материал қатты. 9,5-дан саттым осыларды мен. Оптың бағасы 7 ма, 7,5 ма, сондай. Бұлардың да әртүрлі качество да бар, арзандары да бар, қымбаттары да бар. Мына жерге не жағылған? 4.000 теңгелік, оптың бағада 4.000 теңгелік, 3,5 мыңдықтары да бар. Качествосына қарай да. Мынаның качествосы мықты. Ұстап көрсеңдер, өшін кожасы плотный, мынандай ремендері мықты жасалған, нелері, тігістерім бәрі күшті. Осындай Луи Виттон ғой, но? Луи Виттон ғой, Луи Виттон. Мынандайларынан. Енді под бренд жасалған ғой, енді прям Луи Виттон емес ғой. Болды, осындай сумкалар ап қалдым. Басқа қандай сумка бар еді. Енді бір үйреніп алдым ғой мен өзім. Енді сататын болсам, кожа сатам ба деп отырмын. Таза кожа шы. Таза кожаный сумкалар. Өйткені күйеуіме алдын портмон алатын еді ғой. Кәдімгі эко кожадағы. Тез үгітіліп бір жылдың ішінде бітіп көтетін еді ғой. Соңғы кезде 15 мыңға кожаный алды портмоны. Кожаный, еще таныстан. Әлі ұстап жүр ғой. 2 жылдан асты ма? Әлі ұстап жүр. Бір жер кетпеген. Бәрі кожаны аты кожада. Искусственный есть искусственный. Бұларды енді әдемі ғой тоже. Жалығып кеткен кезде тастағанға біреуге бергенге ішің ашмайды, короче, сонда ғой. Солай көбет сумка таратып тастадым. Подругаларға, класстастарға қолым ашық қой, мен таратам ғой. Неше уақыт жазып кеттім. Бұны көріп, мен мыжығын көріп отыратын адамда керек қой. Ал жақсы, осылай менде ары қарай тірлігімді жасап тастайын, тамағымды істеп тастайын, бітіріп тастайын, бастаған нәрсені аяқтап. Енді ара-арасында жазып тұрам, енді шамам келгенше. Баламның тісін істеген жазам ба, айтам ба, көреміз ғой, жазатын шығарым.
Аманшылық болсын бастысы. Сол достар, ауырмаңыздар, шаршамаңыздар. Барлықтарыңыз отбасына бақ береке тілеймін, жақсылық тілеймін, аманшылық тілеймін. Бақ береке айтып қойдым ба? Өзім басым істеп отқан жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заман болсын. Солай. Пока-пока. Қуып жатырмын.